Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз Абайдың қара сөздері. Сабақтың мақсаты ақынның қара сөздері туралы мәлімет бере отырып, білім алушылардың бойында адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын тек қана елі ғана емес, бүкіл дүниежүзі таныған Абай атамыз туралы не білеміз? Мына тірек-сызбаларға сүйене отырып, топтастыру арқылы шолу жасап кетейік. Абай кім? Дұрыс айтасыңдар, құрметті білім алушылар. Абай ұлы ақын, композитор, күйші, көркем әдебиеттің қазығы, көркем сөз шебері, философ, ғалым, аудармашы. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Абайдың қара сөздеріндегі гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы пікірлермен бірігіп, тұтас бір қазақ халқының философиялық пікірлермен бірігіп, философиялық тұжырымдамасын құрайды. Абай қара сөздері көбінесе барлық жағдайлардан өзі сөз бастап, өзі әңгіме дүкен құрып отырған болады. Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз тағы басқа көптеген әлем тілдеріне аударылды. Қара сөздер деген атау өлең сөзден бөлек шығарма мағынасын білдіреді. Өлең өнерін қазақ қара сөз демейді. Қара сөз проза деген мағынада айтылған. Қара сөз еркін ой білдіру формасы. Өзінің қара сөзді жазуды қолға алғандығы мақсатын Абай бірінші қара сөзінде атап көрсетеді. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығың өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып берем деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені шайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйек. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім-дегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, иә оқысын.
керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Адамзат тарихында адамгершілікке байланысты пайда болған категорияларға мыналар жатады: жомарттық, батырлық, ерлік, әділдік, кішіпейілділік, адалдық, шыншылдық, ұяттылық, ар мен намыс. Адамның адамгершілігі оның жоғары қасиеті. Бұлайша айтсақ, кісілігі. Оның негізгі белгілерінің бірі адамдық, ар намысты ардақтау, әр уақытта жақсылық жасауға ұмтылу, соған дайын болу. Өзің үшін еңбек қылсаң, дейді абай, өзі үшін оттанған хайуанның бірі боласың. Досыңа достық қарызыз, дұшпаныңа әділ бол. Ақылды, мейірімді адам кез келген уақытта өзгенің жақсылығын бағалағыш болып келеді. Арлы адам ардақты. Біздің ортамызға осы сапаларды бойына сіңіріп қана қоймай, өзінің қоршаған ортаға таратушы болуың керек. Осындай өз сапаларымен жас ұрпақты тәрбиелеуші ұстаздар аз емес. Адамгершілігі мол адам басқаларға қашанда үлгі өнеге. Абайдың адамгершілік идеялы, мұраты, принципі қысқаша ғана адам бол деген формула тұжырым. Адам болу кісіліктің кісісі, шын мәнінде азамат болу, қарабастың қамы, тіпті бүкіл адамзаттың қамын ойлайтын, өзін өзі зор тұтып, надандарды менсінбейтін, дүниеге әлем тұрғысынан қарайтын азамат адам болу. Абай қазақ жастарын желөкпе, әр нәрсеге көрсе қызар болмай, өнерді үйренуге, табиғатты тануға, ғылыми көзқарастарға негізделген тиянақты білім алуға үндеді. Жастардың мінез құлық, адамгершілік тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген абай, тез үйреніп, тез жайма, жас уақытта көңіл гүл деп жазған. Абай қара сөздеріндегі тәрбиелік мәселе өте зор. Ойшылдың 36-шы қара сөзінде шын ұят шариғатқа теріс, ақылға теріс, абыройлы бойға теріс бар делінген. Сол сияқты бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтуға ұялған секілді, жақсы адамның алдында жазықсыз-ақ әшейін барып жолықсудан ұялған секілді. Надандықтан бойын терістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған ұялу ақымақтық, жамандық. Абай қара сөздері тақырып жағынан бірнеше топқа бөлуге болады. Дүниенің тылсым сырларын тану, надандық, жалқаулық, тағы басқа қасиеттерді сынау, ғылым, білім, өнер, қазақтардың мінез құлқы, қазақ мақалдары, еңбек, ар, ұят, адамгершілік. Осы тақырыптық топтар бойынша қара сөздерін жіктеп көретін болсақ, ғылым, білім, өнер 23, 32, 33 қара сөздерінде, еңбек 2, 4, 25, 42 қара сөздерінде және қазақтың мақал мәтелдері 5, 6, 37, 39, яғни осы сияқты қара сөздері тақырып бойынша қамтылған. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Абай Құнанбаевтың жазған қара сөздерінің тәрбиелік мәні өте зор. Біз одан үлкен ғибрат аламыз. Әр сөзі терең ойға, өзіңді, ортаңды тануға, жақсы қасиеттерді бойыңа дарытуға, жаманнан аулақ болуға жеделейді. Өмірде ар-ұят пен иманды қатар ұстау керек. Сонда адам баласы артына жақсы ұрпақ қалдырады. Ұят пен иман адам өмірінің негізгі қасиеттерінің бірі. Адам баласының бақыты оның ар-ұяты таза болуында. Адамгершілік қасиеттер отбасында, қоршаған ортада, балалар бақшасында, мектепте, адамдардың іс-әрекетінің барысында, бір-бірімен араласу нәтижесінде, қоғамның тәжірибе алуын өмірмен байланыстыру арқылы қалыптасады. Халықта «ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің» деген мақал бар. Сондықтан адамгершіліктің іргетасы отбасында басталады. Абайдың қара сөздеріне арналған бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.